жасадым, қабыл болмады, сұрағанымды бермеді деп айтамыз. Осы сөздерден дұғамыз әрине қабыл болмайды. Ол дұға қабыл болу үшін 1 жыл, 2 жыл, немесе 5 жыл уақыт өтуі мүмкін. Бірақ әрине қабыл болады. Бұл уақыт сіз үшін уақыт. Алла үшін уақыт деген түсінік жоқ. Қазір сізде үйіңіз бар шығар, бала шағаңыз, әйеліңіз бар. Осыларды бір кездері Алладан сұрағансыз. Алла берді, бірақ уақыт өте сіз оларды ұмытасыз. Бұл жай ғана нәрсеге айналып қалды сіз үшін. Бүгіннің күннің жарығы жарқырап тұр. Басымызда бүгінгі күннің күні шығып тұр. Біз бүгін өмір сүріп жатырмыз. Біздің өміріміз тек бүгінгі өмір. Бүгін бармыз, ертең жоқпыз. Бір Алла біледі, кім бар, кім жоғын. Бүгін ешкім білмейді. Сондықтан бүгін туылып, бүгін өмір сүріп, бүгін өлетіндей адам сияқты амал жасап қалуымыз керек.